Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы, мәтінге тақырып қой. Первое задание – прочитать текст, дайте ему название. Оқушылар, мұқият тыңдаймыз. Мен ұлы адамдар туралы кітап оқыдым. Я прочитал книгу о великих людях. Дина Нұрпейісова, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы, Бауыржан Момышұлы, Ыбырай Алтынсарин, Әбілхан Қастеев туралы білдім. Узнала о Дине Нұрпейісовой, Шокане Уәлиханове, Абае Құнанбаевиче, Бауыржаны Момышұлы, Ыбырай Алтынсарине, Әбілхан Қастеев. Дина Нұрпейісованың күйлерін тыңдадым. Слушала күй Дина Нұрпейісовой. Шоқан Уәлиханов салған суреттерді көрдім. Я видел картины Чокана Уәлиханова. Ол суретті өте жақсы салған. Он очень хорошо рисовал. Абай Құнанбайұлының өлеңдерін оқыдым. Читаю стихи Абая Құнанбаевич. Ініммен бірге Ыбырай Алтынсарин шығармалары бойынша түсірілген мультфильмдерді көрдім. Мы с братом смотрели мультфильмы по произведениям Ыбырая Алтынсарина. Әбілхан Қастеевтің суреттері әдемі екен. Картины Әбілхана Қастеева прекрасны. Оқушылар, мәтінді түсінсек, енді екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма – диаграмманы толтыр. Второе задание – заполните диаграмму. Бірінші диаграмма Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы кім болған, қандай шығармалары бар, соны жазамыз. Екінші диаграмма Шоқан Уәлиханов. Оқушылар, бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Ребят, это письменное задание, пишем в тетрадь. Келесі тапсырма. Сөйлемдерді толықтыр. Дополните предложение. Yani вместо многоточий, ребята, пишем пропущенные слова. Например, бірінші Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Дәл осылай қалған сөйлемдерді жазып шығамыз. Яғни Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов, Дина Нұрпейісова, Бауыржан Момышұлы, Әбілхан Қастеев кім болған? Соларды жазамыз.